Biz бүгін сіздерге қалай офицерский элементін жасауды үйретеміз. Және сіздерге біз капитанский элементін қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Олай болса достар. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. негізінен офицерский элементін үйрену үшін біріншіден трицепсіңіз күші өте көп болу керек. Сол үшін біз трицепске арналған жаттығулар жасаймыз. Бірінші жаттығу осылай жасалады. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Бұл жасаған кезде біз қолымызды ашып жасаған болатынбыз. Ал енді келесі жаттығу қолымызды жақын ұстап жасаймыз. Әне осылай. Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Және бұл біздің трицепсімізға өте жақсы күш түсіреді. Және келесі жаттығу былай жасалады. Қолымызды осылай ұстаймыз, бір-біріне өте жақын ұстаймыз. Содан соң осылай тұрамыз да отжимание жасаймыз. I swore that I would never fucking back down. Мен офицерский элементін үйренген кезде біз бірінші практика істейміз. Ол практикада біз осылай турникқа шығамыз. Және қолымызды осылай ұстап, бірінші қолымыздың артын табуды үйренеміз. Осылай 10 рет жасаймыз. Осыны жасағаннан соң үстіне шығып турниктен осылай отырып аламыз. Осылай отырғаннан соң денемізді төмен қарай осылай түсіріп, көтеріп осылай жаттығулар жасаған кезде біздің қолымыз үйрене береді. Соның әсерінен біз офицерский элемент жасауды үйренеміз. Және бұлай жасаған кезде сіздің беліңіз осылай майысу керек кішкене. Сол кезде сіз оңай жасайсыз. Және денеңізді кішкене күш алып сізге қарай көтерсеңіз, онда сіздің офицерский элементі өте жақсы болып болады. Және офицерский элементін осылай үйренеді, келесі элемент капитанский. Сіздерге қазір мен капитанский элементіне қалай шығуға болатынын көрсетейін. Және де оған арналған бірінші жаттығу сіздер турникке келесіздер. Осы жаттығу жасайсыздар. Және де сіздерге турникте 10 рет тартыла алатын болсаңыздар, онда сізге капитанский элемент сіздерге оңай болады. Одан кейін сіздерге ары қарай осы бір ғана жаттығу осы элементтерге енді келесіздерге практика жасайтын боласыздар. Олай болса практикада бірінші сіздерге ең бастысы қолыңызды қатты ашу, бірақ қатты емес, енді орташа қарағанда көп болды. Осылай сіздер аяқтарыңызды осылай аласыздар да сізге көтеріп арғы жаққа қарай сіздерді тартасыздар. Және де бұл элемент жасаған кезде сіздерге көбінесе практика және де күш керек болады. Осымен видеомыз аяқталды. Видеоның соңында сіздерге айтарымыз, сіздер егер де осы жаттығуларды жасасаңыздар, онда капитанский және де офицерский элементтеріне тез әрі оңай шығатын боласыздар. Және тағы бір жаттығу брусья жасауды ұмытпаймыз. Көп брусья жасасаңыз, онда сіз осы элементтерді оңай үйренетін боласыз. Видеоның соңында сіздерге тағы да айтарымыз, біздің видеомыз сіздерге де пайдалы және де қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, ең басты біздің каналға тіркеліп, қоңырау шануы басуды ұмытпаймыз. Және достар, осымен видеомыз аяқталды. Ары қарай жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Сау.